қандай? Тамаша. Осы көңіл күйіңмен балалар, біз шаттық шеңберін жасайық, иә? Бойымызды қыздырып алайық. Көгілдір экранға қараймыз. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Көке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Көке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, шапалақ ұрайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Жақсы балалар, жарайсыздар? Мынау ненімізі? Бұл бізді бір сиқырлы әлемге жеткізетін сияқты. Қане, ізбен басып өтейікші. Түлкішек бізге қандай сиқырлы әлемге апарады екен? Балалар, мен сиқырлы сандығымды жоғалтып алдым. Сендер маған оны табуға көмектесесіңдер ме? Не дейді балалар түлкішек? Сіздерден қандай көмек сұрады? Сандығымды жоғалтып алдым дейді, иә? Сіздер соны табуға көмектесесіздер ме? Балалар, сіздерге түлкішек көмек сұрайды. Менің сиқырлы сандығым жоғалып кетті. Сіздер табуға көмектесесіздер ме дейді? Көмектесеңіз ба? Ол үшін бізге түлкішектің тапсырмалары бар. Сиқырлы картадан өтуіміз керек, иә балалар? Мен сіздерге қазір нұсқау беремін. Сіздер сол бойынша кеңістікті түлкішектің сиқырлы сандығын табу үшін біз мына картамен жол жүріп өтуіміз керек. Иә балалар? Осы ізбен жүріп өтсек, біз сиқырлы сандыққа барамыз. Тапсырма орындауға дайынсыздар ма? Жақсы. Балалар, жоғары қарайықшы. Не көріп тұрмыз? Күн. Оң жаққа қарайық. Қане бұрылайық оң жаққа. Ағаш көріп тұрмыз. Жерге қарайық. Төмен қарайық. Не көріп тұрмыз төмен қарайық? Не көріп тұрмыз балалар? Шөп. Солға қараймыз. Гүл көріп тұрмыз, иә? Балалар, жоғарыдан күн, оң жақтан ағаш, төменнен шөп, сол жақтан гүл көріп тұрмыз. Балалар, біз бұл сурет арқылы кеңістікті бағдарлап алдық. Біз түлкішектің сандығына жақындап қалдық. Жақсы қатысқандар үшін мен сіздерге текше беремін. Ала қойыңыздар. Балалар, қараңыздаршы, біз бірінші тапсырманы орындады. Бірінші тапсырманы орындап, мына түлкішек шықты, иә балалар? Екінші тапсырманы орындау үшін біз қайда барамыз? Қайда барамыз екен? Не мынау? Робот. Біз қазір екінші тапсырманы орындау үшін бізге робот көмекке келетін болады. Жақсы. Балалар, біз жаңа кеңістікті көзбен бағдарлаған болсақ, енді біз кеңістікті денемізбен сезетін боламыз. Дайынсыздар ма? Бізге робот көмекке келеді. Жүріңіздер, бері қарай келіңіздер. Балалар, енді беріңіздер, енсіздер.
Жарайсыздар балалар. Біз робот сияқты қозғалып, сандықшаға жеттік, иә? Енді балалар, қараңыздаршы. Сандықшамыз біздің сиқырлы сандықшамыздың алдында не бар екен? Кілт бар екен. Осы кілтті ашу үшін біз тағы да бір тапсырмадан өтуіміз керек. Мен сіздерге роботтың тапсырмасын орындағандарыңыз үшін түлкішектің атынан сіздерге тағы да бір текше беремін. Тамаша. Енді балалар мына экранға қарайық. Балалар, жаңа біз түлкішектің бірінші тапсырмасын орындаған кезде біз түлкішек қайда барды? Сандыққа. Бірінші орынға барды. Енді біз қазір түлкішектің екінші тапсырмасын бізге кім көмектесті? Робот көмектесті. Түлкішек қайда келді? Роботқа келді. Роботтың тапсырмасын орындаған кезде біз не таптық? Сандық. Апай, роботтың зарядкасы бітіпті. Зарядкасы бітіп тұр ма роботтың? Остине. Мұнда күттіпті, зарядкасы бітіпті. Иә, зарядкасы бітіп шаршап тұр да. Жарайсың ал. Сиқырлы сандықшамыз құлыпты болу екен, иә? Осы құлыпты ашу үшін бізге берілген леголардан құрастырып шығайық. Сіздер дайынсыздар ма түлкінің үшінші тапсырмасын орындауға? Жарайсыздар. Тұрамыз. Мен тапсырмайда соны орындаймыз қане. Аяс тұрғышын. Балалар, біз қазір легомен үй құрастыратын боламыз. Бірінші балалар, үйдің қабырғасын жасайтын боламыз. Қане балалар? Барлық бірігіп, мен байланыс жасап, үйдің қабырғасын құрастырайық бірінші балалар. Бір-біріңізге көмектесіңіздер. Иә, үйдің қабырғасы бірінші. Көмектес, мына ортаға қойыңыздар. Мына ортаға қойып қабырғасын жасаңыздар. Бірін-бірін бірге қойып. Көмектес, соңында қой әкеліп, соңында құрастырды ғой, енді мынаны әкеліп қойыңыз. Иә, сөйткен мына үстіне қойыңызшы. Қоямыз мына үстіне, қайнала. Мына үстіне қойшы. Болды, жақсы. Балалар, біз бірінші үйдің қабырғасын төменгі жағын құрастырып болдық, иә? Енді біз жоғарғы жағын құрастыру үшін жоғарыда не тұрады үйдің? Шатырын құрастырайық енді балалар, иә? Жоғарғысын құрастырыңыздар сіздер. Үйіміздің төменгі бөлігін құрастырып болдық. Енді біз жоғарғы бөлігін шатырын құрастырайық. Бірге шатырын құрастырыңыздар енді балалар. Биіктетіп құрастырайық енді. Балалар, қандай керемет үй құрастырғансыздар сіздер. Енді осы үйдің оң жағына машинаны қойыңыздаршы. Алдияр, оң жағына машинаны қояғы. Қайсы оң жағы? Жақсы, ес қайсы оң жағына? Өте тамаша. Енді балалар, сол жағына аңды қояйық. Ясмина, сол жағына аңды қояйық. Алдияр, қоя ғой, сол жағына аңды қоя қойшы. Сол жағы қайсысы? Өте тамаша. Қоя ғой сол жағына. Қандай керемет үй құрастырғансыздар. Осы үйдің оң жағына машина қоя қойшы. Айша, оң жағы қайсы? Жақсы. Айри, қайсы оң жағы? Машинаңды орналастыра ғой. Камила, орналастыра ғой. Сол жағына аңды орналастырайық. Қайсы сол жағы, Камила? Сол жағы қайсы, Камила? Мына оң жағы. Сол жағы қайсы? Келесі жағына қоямыз. Мадияр жаққа барады. Мадияр жаққа қоямыз. Қоя ғой. Мадияр, сол жаққа аңды орналастырамыз. Тамаша. Әдемі үй құрастырып шығыпсыз, иә? Енді балалар, үйдің төменгісі болады екен сосын. Үйдің несін құрастырдық? Жоғарғысы. Жоғарғысы. Оң жағында не тұр, Камила? Машина. Сол жағында не тұр, балалар? Аңдар тұр. Өте тамаша. Төмен, жоғары, оң жақ, сол жақты екіншісі біз бағдарлай алдық па? Иә. Ал сіздерге сұрақ қояйық. Үйдің несін құрастырдық бірінші? Төменгісін. Содан кейін не құрастырдық? Ал үйдің
тамаша. Біз кеңістікті бағдарлай алдық па? Иә, тамаша. Күн шықты хат, қолымызды жоғары созайық. Жел соқты хат, қолымызды жаймен қозғайық. Қар жауды, жайлап отырайық. Жаңбыр жауды, секіріп, сергіп алайық. Тамаша, жарайсыздар балалар. Біз түлкішектің 3-ші тапсырмасын орындадық. Иә балалар, не құрастырдық біз? Үй құрастырдық. Үйді неден құрастырдық? Легодан құрастырдық, иә? Жарайсыздар. Міне қараңыздар балалар. Түлкішек 3-ші тапсырмаға орындаған орнына келді. Түлкішектің берілген барлық тапсырмасын орындадық, иә балалар? Енді балалар, біз түлкішек қайда жетті? Несін таптық біз ол? Сиқырлы сандығын. Міне түлкішек сиқырлы сандығына жетті. Енді балалар экранға назар аударайық. Бізге түлкішек риза болды ма, болған жоқ па? Балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Менің сандығымды табуға көмектескендерің үшін рахмет. Мына сыйлықтар сендерге арналған. Мен енді орманыма қайтайын, бірақ сендердің әр жақсы істеріңді сырттай бақылап жүремін. Сау болыңдар. Сау. Балалар, бүгін бізге қонаққа кімге не келді? Түлкішек. Түлкішек. Сіздерге түлкішектің тапсырмалары ұнады ма? Иә. Сіздерге қай тапсырмасы ұнады? Маған Лего ұнады. Маған болыттың тапсырмасы ұнады. Маған Лего қастығаны ұнады. Маған болыттың тапсырмасы ұнады. Маған келестіктің бағдарағы ұнады. Өте тамаша. Маған жоғары, төмен, оң сол ұнады. Ашылды. Түлкішектің сиқырлы сандық ашылды. Түлкішек сіздерге маған сандығын беріп кетті. Оның ішінде сіздерге арналған сыйлық бар. Сіздер бүгінгі оқу қызметінен өте керемет, белсенді қатысқан балаларыма менің алғысым ретінде менің суретімді берші деді. Мынау ненің суреті? Түлкішек. Берем. Бүгінгі кеңістікті бағдарлау сіздерге ұнады ма? Иә. Біз не білдік? Жоғары, төмен, сол. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі оқу қызметіне керемет қатысқандарыңызға сіздерге рахмет айтамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар балалар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жарайсыздар.